Қазақстан атынан шығатын ең медийный боец Дастан Бекен. Үшінші орын алатынына өте қатты повезло, өйткені Дания, Словения, Сербия үшеуі бір-бірінің арасында бір-біріне очко береді да, сөйтіп үшінші орын тез шығып кетеді. Реалдың хейтерімін конкретно. Осы Англия неге? Англия полуфиналдан шығады сияқты. Мықты команда ғой. Составын қарайсың, всегда мықты, всегда андай чемпионат мира, евроға келеді де бір есе группадан шықпай қалады. Қателеспесем, Спалетти ма? Спагетти. Сосын екінші орында Испания. Состав молодой. Состав молодой, она молодая. Ассалаумағалейкум, футбол сүйер қауым, құрметті біздің сүйікті көрермендеріміз. Бүгін тағы да бізде Инсайт подкаст, кезекті шығарылым, тұрақты сіздердің сүйікті жүргізушілеріңіз Ерік Нияз және мен Аңсаған Садирханов. Бүгін бізде Еуро 2024 Германияда өтетін осындай Еуропа додасы, әдем айттың, Еуропа додасы деп комментаторлар сияқты. Және сол тақырыпта группаны жалпы осы тақырыптың айналасында әңгіме айтатын боламыз. Және бүгін бізде қонақта футболдан алыс емес, бірақ ММА-ға өте жақын. Оны бізге мен барлық қонақтарды өзім таныстырады екенмін. Бүгін өзің таныстыршы, Ерік, күштілеп тұрып. Достижение нокауттардың барлығын айтсам болады. Ерге алып отырма. Осы поп ММА-дағы Қазақстан атынан шығатын ең медийный боец, хейтерларын аямайтын Дастан Бекен. Дастан Бекен. Дастан Бекен. Жоқ, мен сені былай хабарлаймын ғой. WBC, WGC, WGC деп. Олай емес пе? Үйт хабарлай алмаймын. Да, ондай талантың жоқ па? Дастан, қош келдің. Рахмет үлкен шақырғандарына. Бүгін біздің инсайттағы сен екінші боецсің. Біріншісі кім? Біріншісі? Танымайсың, Ерасыл Акрамбек деген. Ерасыл Акрамбек. Че, боец па не, ондай боец па? Болды, жақында Ерасыл мен Дастан төбелеседі, жақсы гонорар дайындап қойсын Рамазанды сен. Екеуі өтірік төбелесіп жүрсе. Қош келдің, Дастан. Бүгін бізде клубтық сезонды аяқтадық. Чемпиондар лигасын, чемпионаттардың барлығын жауып бітірдік. КПЛ ғана қалды, оны болашақта талқылаймыз. Бүгін бізде Еуро 2024 Германияда өтетін футбол додасы. Ең қызық осы жазда не істейсің деген кезде Еуро көрем дейсің. Бұйыртса осы жақында басталады. Жалпы футболдан жақсы көрем. Жақсы көресің. Біз апта сайын, мен апта сайын қазір ойнауды қойдым. Но жігіттер апта сайын всегда ойнайды. Дастан деген шаршамайтын бала ғой. Біз бір матчтан кейін замена сұраймыз бірден. Воротаға тұрғам деп таласып, екі бала воротаға тұрғамыз, Ерік екеуміз таласып дегенсің. Дастан соңғы матчта да қатты жүгіре беретін, сонда выносливості бар. Жалпы футболға неше жастан бастап қызығасың, кімге жанкүйерсің? Негізі бұрын қазірдің өзінде де ойлайтын, негізі бекер бокстан таңдан футболист болу керек деген сияқты. Қазір футболистер бекер футбол таңдадың, басқа бірдеңе болу керек дейді. Қуат Хамиев жек көремін бір. Негізі Бразилия страна. Күшті, ең креативный ответтардың бірі ғой. Ең креативный дегенде просто Бразилия андай не да, маған ұнайды. Эластико, андай бір нешті нәрсе істеп ойнайды ғой. Шоу көрсетеді. Не үшін Бразилия, потому что Роналдиньо ең любимый футболистім. И Барселона из-за Роналдиньо. И Роналдиньо кетті, бірақ соң өзін дағытса Барселона болеттім. Тамаша. Реалдың хейтерімін конкретно. Конкретно Реалдың хейтерімін, өйткені Реал судьяларды сатып алып Барсаның қаны ішеді. Қазір Барсада ақша жоқ, білеміз. Шынымен де. Күте тұрыңдар 1-2 жыл. Рас. Бір 20 жылдай күте түсіңдер де. Реал деген судьяны сатып алған. Жа, ондай емес. Жоқ, бізде егер Реал мен Барсаның арасында болса, да әңгіме тоқтамайды. Сондықтан бұны кейінге қалдырамыз. Вообще кейінге қалдырайықшы. Кейінге қалдырайық. Барса бұйырса келесі сезон нормально болады шығар десең. Келесі сезонда да оны Мбаппеден сұрау керек. Мбаппе келді айтпақшы Реалға, одан сайын настроение түсірмеңдерші. Бұл FIFA-да енді Реал мен Реал ойнайды шығар, балалар сөйтіп таңдайды ғой, примерно. Ойнай алмайтындар. Мен де сондаймын, брат. Біз Ерік екеуміз жалпы тарихымызда 2 рет ойнадық, 2 күн. Екеуінде де жеңілді. Енді Еуро 2024-ке келейік. Еурода бұйыл енді 6 группа, 24 команда.
заруба. Ең алғашқы матчты Германия Шотландия бастайды. Жалпы группаларға жеке-жеке тоқталмас бұрын жалпы фавориттерді айтып кетейік. Осы еврода кімге жанкүйерсіңдер, кімді қолдайсыңдар? Роналду соңғы евросы ғой дейтін сондай нәрселер бар, немесе Модрич, Кросс дейтін сияқты сондай бір легендалардың соңғы үлкен додасы. Мүмкін келесі чемпионат мираға дейін олар ойнай ма, ойнамай ма. Тони Кросс енді аяқтайды, ол түсінікті. Модрич аяқтауы мүмкін, бірақ Роналду әлі ойнаймын деп тұр ғой, тағы бір чемпионат мира до конца деп. Сондай қайтпас қайсар мінезімен. Кімге жанкүйерсіңдер еврода? Португалия. Өте банальный ответ, мен осыған 2 күн дайындалдым. Португалияға не үшін? Португалияға Бруно Фернандеш үшін. Конечно, Роналду үшін. Сол сен айтқан банально, Роналдудың соңғы евросы, Роналду алып кету керек. Еще Месси чемпионат мирін алды. Сол кезде Роналдудан чуть-чуть асты. Роналдуға Мессимен теңесу үшін евроны алу керек, чтобы Мессидің фанаттарына қарсы факт болатындай. А то соңғы күндері аузым жауып қала беретін болыпты. Месси фандарымен ұрысып қалған кезде деп. Мен Мессидің фанаты емеспін. Мессидің фанаты емессің ба? Мен Роналдиньоның фанаты. Мен Роналдудың фанатымын негізі. Бірақ Криштиану ма? Иә. Не үшін? Не үшін? Мысалы, Месси талант. Иә. Ол еңбекқор емес мысалы. А Роналду ол еңбекқор, ол чисто соның арқасында қазір ойнап жүр деп айтуға болады. Чисто еңбектің арқасында. Соңғы жылдардағы оның поведениесі жақсы болып жүрген. Спортсмен ретінде сен өзіңе жақын бара алатын. Маған спортсмен ретінде адамгершілігіне андай мысалы мұсылмандарды қолдағаныма Роналду красавчик. Ассалаумағалейкум дейтін. Соған қатты мәз болып қаламыз ғой біз. Өзің еврода кімге жанкүйерсің? Еврода ма? Ұтып кетсе екен осы команда дейтін. Португалия деп ойлаймын, бірақ маған қатты қызық емес андай не Евролига. Бразилия болмағасын шығар. Бразилия болмағаннан қатты қызық емес. Бірақ менің ойымша бұл жақта фавориттердің бірі Германия, Англия, Франция и Португалия. Бірақ менің ойымша Франция финалға шығатын сияқты. Бельгия ше. Бельгия ма? Бельгияның золотой составы өтіп кетті деп ойлаймын өз басым. Иә, дұрыс айтасың. Англия, сен Англияны айттың. Англияны по идее, Англияны айттым ғой вроде. Англияны айтты. Айттым да сен. Англия, Франция, Германия, Португалия. Португалия, потому что өйткені оларда не бар? Криштиану бар, ол Криштиану примерно 30% не береді ғой, дух береді командаға. Былай қарасам, негізі балет етем Францияға. Бірақ иә, Франция 2018-де осы команда. Қара, 2016-тан бастасақ, 2016-да финалға шықты евроның, 2018-де чемпионат мираны алды, 2020-дан істеді олар. 2022-де финалға шықты тағы да чемпионат мирада. Енді биыл тағы да Дешам осымен 10 жылдан асып кетті әлі. Кімді тренер етіп жүргенде Францияның. Францияда состав не звездный слишком. Иә, Францияның составын кеше қарасам, қай жерге кімді қойсаң да ойнай береді. Ойнай береді. Кешегі последний товарищеский матчтағы составын көрдім. Заменалардан шыққаны основадағылардан да асып кете ма андай. Кімді шығарсаң да FIFA-да екеуі де 85 болып тұрады ғой. Қатты ойнайтындар. Сондай сияқты ғой. Енді былай жеке-жеке группаларға тоқтап кетейік. Өзім? Иә, кімге бөлесің? Өзім сол Шотландия ғой деп. Мен жан тәніммен өзім футбол фанаты ретінде, Ливерпульдің жанкүйері ретінде мен Англияға барис етем, жан тәніммен. Осы Англия неге? Англия полуфиналдан шығады сияқты. Иә, мықты команда ғой. Составын қарайсың, всегда мықты, всегда андай чемпионат мира евроға келеді де, біресе группадан шықпай қалады, біресе там 1-4-тен қалап қалады там. Өйткені Англияда Саутгейт дейтін тренер. Ол қорқақ тренер. Сол үшін Англияда көп қой негізі жақсы. Бір гол салып алады да жатып алатын ба? Салмай да жата береді. Ол қатты қорқақ тренерді, ол 5 защитникпен ойнайды. Ол больше допты ұстап, солай кішкене игроктардың сильный стороналарын қолданбайды. Бірақ соның өзінде алдыңғы еврода финалға дейін жетті ғой енді. Өзі Италиядан жеңіліп қалды. Бірақ сондай тренер результат береді, бірақ до конца бермейді да толықтай. И Англияға рисковать ету керек емес қазір. Басқа тренерді алып, ол тренер вообще провалить етіп жүріп, и қазіргі составты жоғалтуы мүмкін да. Қазір енді Англияда ең мықты составтардың бірі ғой. Беллингем бар, Фоден бар, Палмер қандай күшті сезон өткізді. Звездный состав, е? Сака қандай сезон өткізді. Кейн трофей алмаса да 51 гол салып тастады деген сияқты сондай составы жақсы. Енді биыл көреміз.
бірақ кешегі соңғы сборный заявкасына Магуайр травмамен кірген жоқ и Грилишті алып тастады. Грилиш кірген жоқ, былай қарап тұрсаң. Грилиш деген өте креативный, жақсы игрок сияқты еді ғой. Бірақ өкінішке игрок, мощный игрок замены ғой негізі. Грилиш Саутгейттің андайына кірмейді, ойынына кірмейді, сондықтан оны алып тастады да. Оған более работягалар керек қой. Артқа қайтатын, көп ойнайтын деген сияқты. Сөйтіп Грилиш, сосын қателеспесем Мэдисон кірген. Еще Решфорд неде емес пе? Травмада емес пе вроде, Білмейміз кім ойнайды отыр. Англияға қиын ойнап тұр, значит. Англияға қиын ойнап тұр, бірақ составы жақсы. Мен сенем Англияға. Как минимум полуфиналға дейін барады. Әрі қарай өзі шабысына байланысты. Алдыңғы чемпионат мира емес, одан алдыңғы Еврода ма? Франциядан ұшып кеткен еді. Негізі ол ойынды да алып шығуға болушы еді. Сәл ғана жетпейді, кішкене ғана жетпей қалды Англияға. Осы Еврода менің ойымша Англия топ жарып финалға дейін жету керек как минимум. Полуфинал дедім ғой, финал деймін. Угловойда ең бірінші бүйтіп линияға тұрып бастаған Англия емес пе? Бір Еврода бастады ғой, линияға тұрады, игроктар бүйтіп шашылатын ше. Сондай ең бірінші Англия бастаған. Саған қарсы шықпайды ешкім, брат. Жоқ, походу сол Англия бастады, өйткені брат. бәрін сұрайтынбыз андай неге деп. Неге жүр, оказывается, ол защитниктер шатастыру үшін екен. Бастан айтса ше, футболды ойлап таққан түріктер дейді ғой. Я, братан. Түріктер ойлап тапқан. Донерді бразилиялық. Футболды ойлап тапқан китайцтар ғой, білесің бе? Натуре. Шын ба деп тақансыз. Давай группаларға көшейік. Кеткі, группаларға көшейік. Бірақ өз жан тәніммен мен футболды өте симпатизировать ететін командалардың барлығына жанкүйермін. Мысалы үшін маған Испанияның ойыны ұнайды. Сол біз Испанияны сливать етіп тастаған сияқтымыз негізі. Испанияның составы негізі өте жақсы. Бүйтіп андай жас игроктар жиналған, Пол Зейштасы, баяғы сол андай кезінде Золотой 2008, 2010, 2012-де жеңді ғой. И сол футболдың иісі бар әлі. Тез ойнайтын тики-така деген сияқты составта да иісі бар, бірақ желаниясы бар еще игроктардың жоқ, неге игроктар жоқ? Сол кездің игроктар жоқ. Сол кездің игроктар жоқ. Но примерно соның ар жақ бер жағындағы, мысалы үшін Родри полный ойынды жүргізіп беруі мүмкін. Педри дейтін игрок бар. Көп қой енді. Вратары жақсы кісі. Ямал бар еще. Иә. Кеше товарищеский матчта Кубарси шықты 2007 жылғы. Ол Барселонада сезонда жақсы ойнап шықты. И Еврода тоже основа болып, мүмкін кім біледі, жаңалық ашып жақсы болып кетуі мүмкін. Енді сборныйларға кішігірім тоқтаймыз, сондықтан бірден группаларға көшейік. Сол группалардан әрі қарай өздеріміздің фавориттерімізді айтамыз. Кімнің ойы, кімнің прогнозы деген сияқты. Негізі ансаң сенікі күшті позиция деп ойлаймын. Еврода, мысалы, сондай чемпионат мирларда, евроларда бір командаға болетсең, қарау қиындау кішкене. Ал ешкімге болетпесең, кайф, каждый матчты кайфовать етіп қарайсың. Сен клубың өтпей қалса, болды, қарамай қаласың. Баяғыда менің дядям бар еді, көкем ғой, короче, ол кісі 40-та еді, қазір 60-қа келіп қалды. И ол евро сондайларды көрген кезде Швеция, Дания дейтін командаларға жанкүйер еді, Түркия и беріліп қарап отырады. Группадан кейін қарамай ма? Иә, давай деп. Сол үшеуінің біреуі шығып кетеді ғой, оған болеть етіп кетеді дальше. Сосын екі команда ойнатса слабыйына болеть етіп, сөйтіп ойынды барынша өзіне қызық қылып алады да. И менде сондай нәрсе қалып қойған. Әр еврода, әр чемпионат мирада бір жаңалық болады. Мысалы үшін кезінде Дания жақсы ойнап кетті, бір-екі игрок ашылды деген сияқты. Чемпионат мирада, осы жылы чемпионат мирада жаңалық болған. Хорватия біраз жерге дейін жетті, бірақ ол так жаңалық емес еді қатты. Деген сияқты сондай. Ол алдыңғы чемпионат мира жаңалық болды Хорватия. 2018-де. Бірақ осы жылда Аргентинаны жақсы бой берді ғой. Ең жалғыз мықты матч берген солар ғой. Сөйтіп Голландия бар, көп қой негізі командалар. Сондықтан кезек-кезек А группасынан бастайық. Бізде ең алғашқы Евроның ашылу салтанатының матчы бұл Германия, Шотландия. Сол группада Германия, Шотландия, Швейцария, Венгрия. Группасы күшті екен өздері. Группасы өте жақсы. Бірінші Германия үшін. Өйткені Германия осы алаң иелері Германияға, негізі Германияның өзі алу керексіңдер деп тұр ғой. 100% алу керексіңдер, ешқандай қателікке жол жоқ. Составтарың өте күшті. Воротада Нойер мен Тер Штеген қайсысы тұрады дейді сұрақ болса болды ғой. Составың
қандай керемет. Кеше соған бір конфликт болған. Тер Штеген мен түсінбеймін осыған дейін неге ойнамайтынымды, менің шансым келген сияқты, уақытым келген сияқты дейтін сияқты намек тастаған ғой. Енді Тер Штегенді түсінуге болады, ол қанша жыл бойы номер 1 топ 3 вратардың қатарына кіреді да, бірақ сборныйға кезде Нойер травмамен жүрсе де, травмасыз жүрсе де Нойер ренжіме деп шығарып тастайды. И осы чемпионат Европы менің шансым деген сияқты намек тастайды ғой. И сөйтіп Нойер оған мынандай ответ береді. Ешқандай тренер алаңға 2 вратар шығармаған деп. Типа шансың жоқ. Көтін қышы деді, короче, шансың жоқ деген сияқты. Сондай әдемі ответті берген. Білмеймін, Нойердің кешегі Реалға қарсы полуфиналдағы ошибкасынан кейін заменада отырғызса да ешкім ренжімейтін сияқты. Ешкім ренжімейді. Бірақ Нойер воротада тұрған кезде біріншіден командный дух болады сияқты, өйткені андай не. Ол да бір андай вратарлардың арасында Криштиану Месси сияқты ғой. Иә, андай мысы басым, бірақ өкінішке орай ол мысы. Тер Штегенде де бар ол. Тер Штеген дұрыс қой? Тер Штегенде де бар. Нойердің соңғы жүрген қателіктері, мен ойлаймын, опытный вратарь үшін қате деп. Андай жоқ жерден алып келе салды болды. Тем более важный моментте, соңғы минуттарда. Сондықтан Тер Штеген тұрған дұрыс сияқты мен ойымша. Более опытный и более уверенный боласың ғой. Деп ойлайсың ба? Деп ойлаймын. Болды, қазір Германия тренеріне звондаймыз. Айтамыз, ер осындай ой айтып жатыр, Тер Штеген шығар деп. Алдыңғы неде Еврода, мысалы, Италия чемпион болған кезде до конца Буфон тұрып шықты емес пе? Или Донарума тұрды ма? 2020-да ма? Иә. Донарума тұрды ғой? Или Буфон тұрды ма? Бізде көрермендеріміз өзіміз сияқты екен ғой, В білмеймін. 2020-м Да. Донарума ж? Вроде Буфон был. Походу Буфон, да. Буфон. Когда они выиграли этот чемпионат Европы? 20-м? 20-м? Донарума была. Донарума. Бәсе? Да. Ол Донарума. Мен білем футболдан бірдеңе. Ендеше ауыстыру керек сияқты. Иә. Былай Германияның составына көшетін болсақ, өте күшті. Мусиала, Хаверц, Вирц, осы жылы Байерді қандай күшті сезон өткізді. Кросс бар, Кимих, жалпы ешқандай слабый позициясы жоқ. Ну, нападениеда ғана слабый позиция бар, бірақ тренер Хаверцті Арсеналдағындай оттянутый ложный девятка сияқты сондай бірдеңе ойнатып, и ол зонаға типа Мусиала кіріп кете алатындай, анау кіріп кете алатындай деген сияқты жақсы бірдеңелер істеп. Саны бар. Жалпы Германияның составы финалға дейін, полуфиналға дейін жететін состав. Былай қарап тұрсаң, группадан шығу шансы 100% сияқты. Мен сенбеймін, что Швейцария, екінші команда айтайықшы. Венгрия. 7 очкомен шығады сияқты, мен ойымша, бір 7-8 очкомен. 7-9 примерно, 8 деп. Группада Швейцария, Шотландия, Венгрия. Өздерің ойларың. Германия бірінші орын, екінші орын Шотландия шығар. Шотландияға ең жақсысы бір жағынан. Бірінші ойында Германиямен ойнап тастайды, ары қарай уже очколарға таласады деген сияқты. Швейцария деп ойлаймын. Швейцария деп ойлайсың? Иә. Бірінші орын ба? Жоқ, екінші орын. Германия деген. Бәсе. Үшінші орын Германия деші. Сондай қалсам. Мен өз басым Венгрияға жанкүйермін. Ол жерде Собослай ойнайды. Және осы отборда Венгрия жақсы ойын көрсетті да. И білмеймін, Германия и Венгрия кешіріңдер, егер Шотландия мен Швейцарияны болельщиктер көріп отырса. Біреу жазып кетсе, мен Шотландияға болельщик едім ғой. Особенно Шотландиядан кешірім сұрасай. Шотландия юбка киген жігіттерден кешірім сұраймын. Дұрыс деп па? Иә. Жалпы группада осындай, бірінші группа более банально. Бірінші орынға понятно, екінші орын уже мынау үш команданың үшеуі де былай средний ғой. Бүйтіп кез келген шығып кетуі мүмкін. Бұл евро, бұл жерде көбінесе сенсациялар болады кейбір группаларда. Сондықтан бұл группада Германия және екінші команда әркім өз ойнайды. Сендер екеуің, сен Швейцария дедің? Швейцария дедім. Мен Швейцария дедім. Мен де. Ол Шотландия деді. Мен Шотландия дедім бе? Мен Швейцария дедім ғой. Ол Швейцария деді. Ол мен Венгрия деймін. Осы екінші группа, Б группасы, группа смерти. Бұрынғыдай группа смерти емес, енді бірақ қазіргіде жақсы. Бұл жерде екінші орынға шығатын талас 1-2 өте жақсы болады. Бұл жерде Италия, қазіргі Еуропа чемпиондары, Хорватия, соңғы 2 әлем чемпионатында жақсы өнер көрсеткен, Модричтің соңғы биі,
соңғы таныс дейді лаза танис. Соңғы, Испания М, және отборда өте жақсы атакующий футбол көрсеткен Албания. ой байқамай кіріп кетті ғой мына. Албанияның жанкүйерлеріне бұл жақсы праздник. Әр матчта күшті андай игроктарды көріп күшті отырған ба? игроктарды көреді және өздерін көрсетуге, мысалы үшін Еврода негізі көп игроктар ашылады да, и сосын сол трансфер ашық болады ғой Евро біткеннен кейін де, и сол жерде өздерін жақсы көрсетіп топ чемпионаттарға өтіп кетуге шанс бар. И Албанияның игроктарында сондай мотивация ғой, осы Еврода жақсы көрініп, Италияға қарсы, Испанияға қарсы, Хорватияға жақсы ойын көрсетіп, мен топ 5 чемпионатта ойнай аламын, давайте деген сияқты вызов тастауға жақсы мүмкіндік. Примерно Марокко сияқты болып тұр ғой сонда, иә. И бұл жерде Албанияда давайте мен сендерге 3-0 ұтыла салайын дейтін андай ойын болмайды. Так что Албания шығып кетуі мүмкін деген сияқты, кім біледі бұл жерде. Айтпақшы осы 6 группадан кейін 6 группадан 2-2-ден 12 команда шығады. Сосын 6 группаның 3-ші орындары арасындағы, 6 группа ғой. 6 группадан 6 команда 3-ші орын алады. Иә? Сол 6 команданың 4-еуі өтеді. Бұл жерде 3-ші орынмен де өтіп кетуге жақсы шанс бар. Сондықтан сен бір победа и бір ничья болсаң да 4 очкомен де өтіп кетуге болады. Кезінде Португалия чемпион болған кезде олар группадан 3 очкомен ғана шыққан. 3 матчта да ничья болды ғой. Қателеспесем. Сөйтіп дальше болып шығып кетті. Дальше Уэльспен ойнады, қателеспесем. И финалда Францияны ұтып кетті. Сондай, сондықтан 3-ші орын алсаң да сен шанс бар. Максимум каждый ойында 1 очко алып кетсең де, әйтеуір 3-4 очкомен де 3-ші орынмен шығып кетуге болады. Сондықтан бұл жерде Италия, Хорватия, Испания бұл команданың біреуі ұшып кеткені жалко. Сондықтан үшеуі де егер Албаниядан очко алса, онда как минимум 3 очкосы бар. Между собой бір ничьясымен болса 4 очко, сөйтіп үшеуі де шығып кетуі мүмкін. Өздерің ойларың Италия, Хорватия, Испания. Ойларымды айтпас бұрын составқа керек. Испания составын примерно білесіңдер. Алдыда көбісі ағаш деп санайды, бірақ маған ұнайды. Марата негізі жақсы футболист. Маған да ұнайды, андай бір ыңғайсыз өтіп кете ма адамнан, түсінбейсің ғой қайда баратын. Сол недооцененный футболист дейсің бе? Сосын Ямаль, Ольмо, Уильямс бар Атлетик Билбаодағы, Родри, Руис бар ПСЖ-да, қатты ойын көрсетпеген, бірақ енді білмеймін. Карвахаль составы былай кімді айтсаң да жақсы негізі. Кукурелия бар. Ондай қатты топ демеймін Францияға қарағанда, но тоже күшті. Чемпион болуға шанстары бар сияқты Испанияның. Айтпақшы, өмір бойы ешқандай сборныйға вызов алмай, осы отборда, товарищеский матчтарда вызов алған, қазіргі осы сезонда кішігірім жаңалық болған Хоселу бар айтпақшы. Егер Марата ойнай алмай қалса, Джокер болып 80-ші минутта шығып, Нойерге дубль жасап кетуі мүмкін, кім біледі. Германиямен түсіп қалса деген сияқты. Қайталануы. Италияны айтшы. Кішігірім спойлер. Италия қызық болып отыр маған. Италияның составы, Италияда Бернардески бар ма олар қазір? Қалай? Бернардески. Атын айта алмайды. Италияда Киеза бар. Мен жақсы көретін. Донарума. Италияның защитасы, полузащитасы ол атам заманнан мықты. Канавара деген золотой мяч алған защитниктер барған кезде басқаларына уже ұятты Италияда защитада ойнай алмау деген сияқты. Италияның составы примерно айтып шығайын, сендер егер танысаңдар. Бастони, Ди Марко деген Интердің. Короче, Италияда 11 игроктың примерно 6-ы Интердан болады. 5-6-ы Интердан болады. Ол тренерге біріншіден жақсы, өйткені сен сезон бойы бірге ойнап келдің да, и сборныйға кезде, мысалы үшін басқа сборныйларда әр клубтардан кетіп жиналып, сөйтіп ойынды құрастыру қиын болады да, и тренерлер ойын барысында, турнир барысында бүйтіп жиналады ойындарын. Италияда бір жақсысы, сол Интердің основной каркасы бар, и сол ойыннан дальше сол ойыннан жылжиды. Мысалы үшін Интердан ойнайтын игроктарды айтып шығайыншы мен. Бастони, Ди Марко, Дармян бар, правыда ойнайтын. И қалғандарын жазып отты. Кешіріңдер, но сондай жағдай. В целом Италия деген андай 2-1, 1-0 көп гол салмайтын сияқты мен ойымша. Андай более оборонный игра болса, серия. Жоржиньо бар, кім айтпақшы, кешіріңдер.
Жоржиньо фифада дым жүгіре алмайды деп ойлады. Мен фифада всегда стартқа қосам, өйткені ойынды күшті читать етеді. Италияның андай ойындар, итальянский футболдың өзі андай бір медленный ма бір нәрсе ғой, қызы андай бір. Маған ұнамайды мысалы итальянский лига. Более скучный. Иә, скучный. Скучный. Ойынды не етеді, сушить ете ма слишком. Роналду барған кезде кішкене андай ішім ашып еді, өйткені ана жақта көп гол сала алмайды деп ойладым ғой. Оборонный лига болғасын. Бірақ та достойно ойнап шықты әйтеуір Италияда. Менің ойымша Италия жаңалық болады. Италияның характерін білеміз, что батыр сияқты. Соңғы чемпионат мирада өте алмай қалды олар. Чемпионат мирада оларда полуфиналда, отбордың полуфиналы болды ғой. Сол кезде олар Македониямен түсті да, Македониядан ұшып кетті. Сосын мына жақтан Португалия шықты да, олар Македонияны жеңіп, сөйтіп чемпионат мирға шығып кетті. Португалия шығып кетті. Иә, ол жерде Италия егер Македонияны жеңсе, сосын Италия мен Португалия кездессе қызығырақ болатын еді. И сол бір жіберіп алған евроны жеңіп тұрып, сен чемпионат мираға отбор өте алмай қалдың дейтін ұятты. И осы жолы кішігірім қайтадан жиналып, енді Италия өтіп кету керек деп ойлаймын. Мүмкін. Италияның тренері қателеспесем Спалетти ма? Спагетти. Жақсы. Мына жерге кіріп тастаймыз. Дұрыс, Лучано Спалетти өте жақсы тренер. Сондықтан Италияда шанс көп. И және Хорватия сол баяғы шаршамайтын составы. Ковачич, Перишич, Митрович. Митрович деген просто басына келгенін айта салды. Модрич, Чич басып алды ма әйтеуір. Жалпы қандай состав болмаса да Хорватия өзінікін алып шығады. Бұл группадан кім шығады деп ойлайсыңдар? Италия, Испания, Хорватия, Албания. Мен екі Испания мен сол жаңағы Италияның шыққанын қалап отырмын. Почему-то. Сол екеуі маған интересно. Менің ойымша сол Хорватия бірінші орынмен шығады сияқты. Сосын екінші орында Испания. Состав молодой. Состав молодой, она молодая. Үшінші орында сол Италия деп ойлаймын, мен білмеймін. Бірақ алдыңғы жылы Евроның чемпионы болғандықтан олар по-любому фаворит болу керек қой. Тамаша. Мен ойымша Испания доминирующий футболмен шығады бірінші орынмен. Екінші орынға Италия. Өйткені Италия шот бермейтін, қызық емес футбол ойнайды. Хорватия одан да қызық емес футбол ойнап. Бірақ Хорватия өзінің 4 очкосымен 3-ші орынмен өтеді деп ойлаймын. Бұл группада Албания өкінішке орай аутсайдер және бір жақсы бір шок көрсетеді деп ойламаймын. Егер Албания өте атакующий командаларға түссе, Франциямен ойнаған кезде бірдеңе болып қалуы мүмкін еді да. Бұл жерде Италия, Испания, Хорватия үшеуі де бүйтіп средний бүйтіп қатты рисковать етпейтін ойын көрсетеді. Сондықтан бұл жерде Албанияның жанкүйерлері ренжімесін, 4-ші орын алып, соған қанағат тұтатын шығар. Бірақ Албания 4-ші орында көп очко алып, басқалардың 3-ші орыннан көп очко алып, сөйтіп сондай болса обидно болушы еді. 3-ші группаға көшейік. Бұл жерде енді ең просмотры аз болатын группаның бірі шығар. Словения, Сербия, Дания, Англия. Егер былай жақсы былай күшті қылып айтатын болсам, Англия, Дания, Словения, Сербия. Бұл группада бірден өзімді ойнайтайын. Англия 9 очкон 9-ында алады. Ешқандай шанс бермейді. Бұл жерде Данияның да упор көрмейді деп ойлаймын. Англия групповой этапта өзінің ойын полностью жинап алу керек. Сондықтан 1-0, 2-0 сондай қызық емес счеттармен бір матчта Словакия қатты ашылып кетсе, 3-0, 4-0 жауып тастауы мүмкін. Сондықтан мен бұл жерде Англияға және Джуд Беллингемнің голдарына, Кейннің пенальтилеріне және Арнольд көтеріп беретін подачаларға бір защитниктер салып кетеді деген оймен Англияға 9 очко беремін да. Әрі қарай Дания 2-ші орынмен. Сондықтан Сербия мен Словения әрине өкінішке орай ұшып кетеді деп ойлаймын. Біреуі 3-ші орынмен өтеді яғни. Мен де дәл сен сияқты ойлап отырмын. Не деген оңай позиция сенікі? Сенен бастауым керек сұрауды. Болады ғой, мысалы, сен айттың, и менің ойымша бір 80% зрительдерді көбісі сөйтіп ойлайды сияқты, өйткені мына жақта как будто андай по полочкам тұр да. Англия, Дания деп,
екеуі сол примерно Англия и Дания екінші бұл группаның үшінші орындары үшінші орын алатынына өте қатты повезло, өйткені Дания, Словения, Сербия үшеуі бір-бірінің арасында бір-біріне очко береді да, сөйтіп үшінші орын тез шығып кетеді. И бұл группада бұл группаның үшінші орын алғаны бұл явно шығатын сияқты, өйткені басқа группалардың үшінші орындарынан очкосы көп болады. Және бұл жерде забитый пропущенный мяч дейтіндер өте аз болады да, сондықтан өтіп кетеді бұл жерде. Үшінші орын. Осы группаның үшінші орны мен ары қарай өтеді деген прогноз қойдым. Мен де бір ары қарай өтеді деген. Осы ненің группаның не жоқ, ой жоқ, өйткені бұлар бір-бірімен ничья ойнап қызық емес болып қалады. Қызық емес болып өтіп кетеді бірақ. Өтіп кетеді деп ойлаймын. Группа ең қызық емес группаның бірі деп ойлаймын иә осы. Енді келесі группа мен үшін ең қызық, өздеріңе де ұнайды. Франция, Голландия, Польша Левандовскиймен және Австрия. Қызық келдіреді. Қызық, натуре қызық. Бірінші фавориттен бастайық. Бұл жерде 100% фаворит бұл Франция. Қай позициясын алмасаң әлемнің топ ойыншылары ойнайтын звездный состав, золотой состав. Бұл 2018-де ойландар. Мбаппе 18 жасында әлем чемпионы атанды ғой. И қазір 2024 Мбаппе әлі 26-да ма, нешеде? 24-те ма? 25-те. Әлі 2 мундиаль ойнауға, 2 евро ойнауға шансы бар бұл составтың. Бұл жерде Жирудың айтпақшы соңғы чемпионат Европасы. Тоже қоштасамады. Франция бұл жерде енді 5 шансов деп ойлаймын бірінші орынға. Голландия қанша тырысса да Ван Дейк бір өткізіп жіберетін. Көмектесе алмайтын сияқты Ван Дейк. Ван Дейктің жалғыз өзі жеткіліксіз болады. Ван Дейк қана емес, негізі Голландияның тренері ғой, ең негізі голова. Голландияның составы жақсы, тамаша. Бұл жерде Францияға тоқтап қойайық. Францияда воротада ешқандай проблема жоқ, защитада ешқандай проблема жоқ. Бұл защитада тем более ең мықты бұл защиталардың бірі. Нападение айтпай-ақ қойық. Дембеле, Мбаппе, Коло Муани, Жиру, Гризман. Бензема ойнамайды? Бензема өкінішке орай ойнамайды. Бұлай примерно бір соңғы составын айтып кетейінші сендерге. Йона, Зайр Эмери бар ғой еще. Защитасында Салиба бар Арсеналдағы. Упамекано, Канате, Жуль Кунде, Тео Эрнандес. Не деген состав мынау? Слишком. Фафана. Екінші составыда, үшінші составыда Камавинга, ойын береді сияқты. Камавинга, Кингсли Коман, Менди, Рабио, Чуамени. Және воротада Мейк Манян. Миланның вратары. Так что бұл жерде мынау деп айтатындай ұяты екен, сондықтан Францияның составы 100% мықты состав. Голландия бұл жерде екі центральный защитник Делихт және Ван Дейк. Болды ғой сен? Защитада кім деп артыңа қарайсың да, Делихт Ван Дейк тұрады, болды деп. Деталды ойнай берсең де болады негізі. Составта Депай және кеше Канадаға қарсы товарищеский матч болған. Голландияда сол кезде Фримпонг деген Байердің осы жылғы открытие болды. Байер Фримпонгтың бір керемет голы бар. Сондықтан осы Еврода да Фримпонг деген тамаша ойын көрсетті деп ойлаймын. Голландиядан Ван Перси салған гол сияқты бір әдемі, ерекше гол күтемін өз басым. Да? Оны мен Гакпоға тапсырамын. Ливерпуль Гакпо сен сондай гол салуға. Голландия негізі бұрын Снейдер еді, всегда андай әдемі голдар салатын еді ғой. Әдемі голдар салатын. Кім? Робben краймен жүріп кетіп пенальти жасайтын, Вообще капец. Голландияның составы сол алдыңғы чемпионат мирадағы Аргентинаға қарсы соңына дейін, пенальтиге дейін жақсы тойтарыс берді ғой. Кім ұтылып жатып, Веххорст деген ойыншыны шығарды, ол стандартта бүйтіп жермен пас беріп сөйтіп гол салып Мессиді ұшырып жіберіп жататын негізі Голландия былай қарамаса. Бірақ өкінішке орай жолдар болған жоқ. Бұл жерде Голландияның составы да жақсы. Польша, Левандовскийдің соңғы дей береміз. Соңғы дейтін ойыншыларымыз көбейіп кетті ғой. Соңғы деген ойыншылар көп екен ғой негізі осы Еврода.
өмір болғасын өтеді да, солай болады да. ары қарай Австрия және Польша. Өздерің не дейсіңдер? Кім қайсысы? Франция бірінші орынмен уверенно ұтады деп ойлаймын, үш командада. Возможно, расслабиться етіп, менсінбей бір ойын ұтылып қалуы мүмкін. Ничья деші Иә, Голландияға ничья қарсы. алып қалуы мүмкін Голландияға қарсы. Иә, особенно Голландияға қарсы. Екінші орында Голландия. Енді Голландияда составы мықты ғой. Польша мен Австрия. Польша үшінші орын, Австрия соңғы орын деп ойлаймын. Польша өтіп кетуі мүмкін үшінші орынмен. Өйткені Алаба жазылған жоқ дейсің, иә? Мен осы группада бірақ Голландияға болеть етуші едім, өйткені Голландия маған ұнайды, формулары ұнайды, ойындары ұнайды, андай Голубыйлар көп деп айтшы. хейтер жоқ командалардың бірі ғой негізі Голландия деген. Иә, бұл жерде ақымақ емес шығармыз, иә, басқа командаларды айтып жіберетін. Голландия мен Франция. Голландия мен Иә. Франция. Бірінші орын Франция, екінші орын Голландия. Голландия бірақ менің ойымша андай бір игроктармен ғана емес, тренер бар ғой өздерінің. Иә, Кім иә. айтады? Бұрыннан бері тренер айтқан. Атын ұмытып қалдым. Куман, иә, Куман. Эвертон тренері, иә? Рональд Куман? Дұрыс қой? Рональд Куман емес пе? Ауысты ма әлде? Сен кімді айтып тұрсың? Яғни бұрынғы тренер бар ғой. Дикадакат. Жоқ, Диктан кейін кім ғой? Шал. Иә, Шал. Юнайтедтің тренері болды ғой потом. Сэр Алекс Фергюсон. Луис Ванга. Луи Ванга. Иә, Луи Ванга. қазір ол емес па? Қазір ол ауыстырды, қазір Рональд Куман келді. Рональд Куман. Рональд Куманның да ойыны тамаша негізі. Керемет, Қатты иә. ұнайды маған. Сондықтан Куман деген кезінде Барселонада ойнаған. Так что оның философиясы өте жақсы. Сол тренермен ташты еді негізі Голландия всегда. Голландияның ойындары жалпы қызық. Соңғы екі группаға көшейік. Тактический. Бұл жерде жақсы Да? Румыния, Словакия, Бельгия, Украина. Бельгия, Украина ғой примерно. Менің ойымша Украина осы неде? Анау жылда бір команда не болып тұрады ғой андай. Сенсация. Ярко сенсация болады ғой, Украина сенсация болады деп ойлаймын. Иә, өйткені Украинаның осы жылғы составы, енді золотой состав дейді ғой, соған келе жатыр. Өйткені Жиронада тамаша сезон өткізген Довбик бар, Цыганков бар, Челсида өзінің орнын тапқан Мудрик бар, Лунин бар, Реалды чемпиондар лигасына алып берген деп айта берсек те. Арсеналдағы игрок. Арсеналдағы Зинченко бар. Зинченко. Жалпы составы өте жақсы негізі. Сол менің ойымша бір Сондықтан- андай не болады сияқты, сенсация болады сияқты, ана Марокко сияқты бір алып бақ кететін дегізетін бірдеңесі бар сияқты, сияқты ма? полуфиналға дейін ба, Украинаға болеть бәрін етемін. шошытатын сияқты. Украина тоже. Украинаға жанкүйер боламыз бәріміз, иә? Бәріміз жанкүйер болатын шығармыз. Шығармыз Күшті біз, команда болады ғой. деп айтшы. Болайық. Иә, Украинаға. Португалиядан кейін Украинаға болеть етіп кетемін. Иә, кеше 2-3 күн бұрын кімге Германияға қарсы товарищеский матчта 0-0 ойнады ғой. Германия әлі дайын емес. Украина дайын. Бельгия. Бельгияға не дейміз? Бельгияның золотой составы өтіп кетті, сондықтан ол командадан ештеңе күтпейміз. Иә. Мен де ештеңе күтпеймін. Бір жаман жаңалық бар Бельгияның жанкүйерлеріне. Куртуа өкінішке орай ойнамайды. Конфликт тренермен. Куртуа ойнамайды деген кішігірім воротаңда Дырка бар деген опасность сияқты бар ғой, деген сөз ғой. Бұл группа қызық емес группалардың бірі екен ғой, иә. Украина, Бельгия, Румыния, Словакия. Бұл жерде де мен осы группаның үшінші орын алған командасы әрі қарай өтеді деймін. Осындай қызық емес группалардың үшінші орнын алғандарында көп очко болады. Сондықтан бұл группада мен Украина, Бельгия және Словакияға сенемін. Румынияға сенемін. Біз біреуді ұмытып отырық негізі. Бельгияда легендарный ассист мен десе де болады. Де Брюйне бар ғой. Ойнамайды ол. Серьезно ма? Десең, Ойнамайды ол. Ол может повлиять командаға негізі. Дух беру мүмкін өзінің опытымен. Бірақ ол негізі андай бір дух беретін игрок емес деп ойлаймын мен. Үндемей жүретін. Андай не ғой? Больше пас береді. Шумок сияқты тренер қарасаң деп. Жоқ, андай бір несі жоқ қой. Шумок сияқты Бір характер көп бере алмайды ғой андай командаға. Куртуа тартып алатын сияқты ма? Қызын Куртуа тартып ала ма? Бәсе, сондай көрінбе, характер жоқ ондай бір. Оны айтпаймыз бірақ. Ренжіме. Тебрине. Және соңғы группа өздерің бағанадан бері күтіп отқан екеуің жанкүйер болатын Португалия. Мен Франция дедім ғой, мен Франция болетім дедім. Да, Португалияға емес па? Просто Португалия за Криштиану только. Болды онда. Португалия, Турция,
Чехия және бұл жерде біз болуымыз керек еді, егер сәл күшіміз жетсе Грузия ойнайды. Грузия Грецияны жеңіп өтіп кеткен, ал біз Грециядан өкінішке орай 5-0 жеңілдік. Жоқ, 5-0 деп айтпайшы, біз өкінішке орай Грециядан жеңіліп қалдық. Жостко жеңілдік. Иә. Жай ғана Егер біз жеңілдік. Грецияны жеңіп, ары қарай Грузияны жеңсек, Роналдумен бір группада болады екенбіз примерно. Ол Бірақ кезде аттың кредит алып айтатын- болса да, Зато Роналдоны живой көреді едік. кредит алып болса да, үйін сатып болса да баратын едім мен. Онда алмағанымыз, өтпегеніміз дұрыс болды. Қарызға кіріп өтіп Примерно сол барғанша. болса енді. Пока біз дайын емеспіз онда. Иә? Иә. Келесі Искусственный газон играли. Ау? Поэтому проиграли. Искусственный газон у нас. Искусственный газон. Иә, айтпақшы Лига нацияның бүкіл ойындары Алматыдағы стадионда өтеді. Осы жылы құрметті алматылықтар, күзде болатын барлық ұлттық құраманың ойындарына келіңіздер. Черчесов бастаған, жақында ғана тағайындалды. Келесі чемпионат мираға кім біледі өтіп кетіп, мүмкін чемпионат мираға барамыз. Америкада болды, қателеспесем. Америкада и Канадада. Иә? Жоқ, Америкада болса, прям Канада болса өте күшті чемпионат мира болатын сияқты. Ерекше прям. Америка, Мексика. Да. Мексика бар еще. Каждый чемпионат мирінің вайбы бөлек болады. Келесі Бразилия Олимпиадада бөлек. неде болады? Америкада болады. Америкада? Кайф. Америка бәрін жолып отыр. Бұл группада Португалияның осы отборда 31 гол салған, 2-ақ гол өткізген, 10 ойында 2-ақ гол өткізген дейтін. Гол өткізуді ұмытып қалған шығар, ол жігіттер дейтін ана. TikTokта бір жігіт бар, осылай сындырып айтады. Ансан Португалияда қандай дейтін. Ансан негізі Тамаша өйтіп айтуға жігіт келмейді сол негізі. Өйткені Португалияның группасы, енді қанша фанат болсам да, слабый болды деп ойлаймын. Өзінің группасы ма? Иә. Бірақ ол қара, отбордың ең жақсысы, егер сен группада жеңілмесең, қандай слабый болса да, бірінші ойыныңды тауып алу ғой. Бұл жерде Португалия Роналдумен де, Роналдусыз да өзінің ойынын тауып алды. Роналдусыз да олар жақсы ойнап отыр ғой еще. И бұл жерде Роналду в основном енді дух беру үшін шығар. 90 минут атып шауып ойнап беретін, баяғыда бір 60 минутта, 70 минутта ауыстырса ренжитін еді ғой. Қазір с пониманием қарайтын Роналду деп ойлаймыз. Роналдудың Португалияның составы Бруно Фернандеш, Бернарду Сильва, Диого Жота, Рафаэль Ляу бар. Тоже молодой Миланда состав. қандай тамаша ойын көрсеткен. Канцелу бар. Сол жақта ойнайтын, оң жақта өкінішке орай Рафаэль Герейро деген Баварияның ойыншығы, бұрынғы Барселона ойыншысы травмада. Пепе ойнайды ма? Пепе ойнайды Вообще ғой. андай күшті болушы еді. Пепе ойнайды. Пепе ойнайды. И тағы бір шал ойнайды отыр еді, кім еді? Жао Феликс па? Шалман. Анау бит деп етін ше. Жао Феликс Куарежма дейтін Иә, кезінде ойнай ма? ойын бар еді, ол өкінішке орай ойнамайды. Ойнамай ма? Куарежма ойнайтын кезде де сен қалып қойыпсың да? Иә, сол қызық еді. Сыртынан пас беретін, Андай красивый пастар беретін енді. Иә. Жалпы Португалияның составында Рубен Диаш, воротада Руи Патрюс емес шығар осы жолы, Сол бір көріп жіберейік давайте. Басқа кім болуы мүмкін. Басқа кім тұрады бұдан басқа? Иә. Патрюши самый. Жоқ, бірдеңе Са дейтін. Міне, Жозе Са, екінші вратары. Кім? Буфон ба? Диого Кошта. Білмеңдер, Диого Кошта Портудың вратары. Жозе Са тұрмайды шығар, өйтіп Вулверхэмптоннікі слабылау ғой, чем. Португалияда мен үшін разочарование болған ол Жао Феликс болды. Жао Феликс молодой болып шығып келе жатқан кезде бәріміз кәдімгі үміт артып, мынау деген болашақ Роналду деп бәріміз сеніп едік. Атлетикаға да үлкен суммаға көшті ғой. Енді Атлетикада ондай сумма жұмсайтындай болғасын тупой емес қой, бір нормальный потенциальный игрокқа жұмсады деп ойлаған шығар. Бірақ та ана жақта үміт ақтай алмады. Қазірде особо үміт ақтап отқан жоқ Барселонада. Бірақ ойнайды. Осындай Евроға келген кезде сондай онша емес ойыншылар ойнап кететін бар еді ғой. Яғни Хамис сияқты дейсің ғой. Иә, Португалияның составында ешқандай минус жоқ Иә. деп ойлаймын. Витинья бар, ПСЖ-ның ойынын жүргізіп жүрген. Диого Далот бар. Егер Канселоды сол жаққа шығарып ойнатамын десе, Диого Далотты Юнайтедтегі. Юнайтед қанша онша емес сезон өткізсе де Далот жақсы ойнаған. Сөйтіп Нунеш бар еще. Гонсалу Рамуш бар ПСЖ-дағы. Жалпы составы өте идеальны. Криштиану Роналдуды айтпай тұрмыз біз әлі. Бұл жерде енді Португалиядан жай ғана біразға дейін бару керек. Әдемі голдар күтеміз. Португалияда бір полуфиналға дейін баратын сияқты. Иә, полуфиналға бір Бірақ- 7 команда апарып тастадық біз. Оған дейін мен ана Португалия бірақ көп болельщиктары мысалы Португалия финалға дейін барады деп айтып отыр.
өйткені состав молодой. Мен Португалия болельшісінде Состав молодой. Қайталай беремін, бәріне состав молодой деп. саған болады, сен боятсың ғой сен. Жоқ, енді шынын айтып отырмын ғой. Шын, по-любому. Жестко. Ары қарай Португалиядан кейін Турция. Турцияда өзіміз жақсы көретін, Турцияға енді бүкіл Қазақстан по-любому жанкүйер болады сияқты. Өйткені мұсылман бауырларымыз, ол жерде Чалханоглу, Арда Гүлер, Языджи, Йылдаз дейтін кімде шыққан, Ювентустегі қазір молодой игрок бар. Жалпы былай Турцияның составы негізі баратындай-ақ, бір жерге дейін группадан шығатындай-ақ. Өйткені ары қарай ар жағында Чехия, сосын Грузия, бұл жерде Турцияның шығу шансы жақсырақ. Сондықтан бұл жерде Турция мен Португалияға қоям, өз басым. Екеуі де қызыл формада негізі әдемі. Шығып кетсе екен. Грузия енді бұл жерде тапталады. Сол Грузияның тапталғанын қалаймыз бәріміз енді. Грузия тапталып, шықпағанымыз дұрыс болды ғой, деп айтайықшы хотя бы. Грузияның игроктары мен Албанияның игроктары дос болып кететін сияқты осы Еврода. Албания бір. Асын Австрияның игроктары үшеуі жиналып бір және Чехияда бір жақсы бірдеңе көрсетеді деп ойламаймын. Сондықтан бұл группада Португалия мен Турция өздерінің ойындарын алып тастау керек. Осы Турция байқайсыңдар ма? Мен айтайын ба, қандай командамен шамамен осылай ойнайды деп айтар едім. Украина сияқты ойнайды сияқты олар. Турция ма? Бір уровендегі примерно топ командаларға мешать ете алатын командалар деп ойлаймын. Бірақ Украина көбірек мешать ете алады. Италияны евроға шығара алмай жаздады ғой осы жылы негізі. Жақсы жинаған. Турцияда сол группада болды, қателеспесем. Дастан, бізде әр шығарылым сайын біздің қонақтар келіп допты набивать етеді, неше рет деп. Маусым соңында бізге ең көп тепкен қонағымызға сыйлығымыз бар. Қандай сыйлық? Оны маусым соңында айтамыз. Барлығы сұрайды, айтып қойсақ, біреудің мотивациясы қызық болуы мүмкін, біреуге қызық емес болуы мүмкін. Алдыңғы қонақтардың рекордын жаңартасың ба, жаңартпайсың ба? Қанша рекорд? Айтпаймыз, но 20-дан ар жақ бер жағында болса, сен жақындайсың. Әлінен ба? 100 рет набивать етсем шанда. 100 рет набивать етсең, қазір-ақ береміз саған. Болды. 100 рет набивать етсем, қазір-ақ бересіңдер, Бүгін бізде қонақта Дастан Бекен, басқа қонақтардың рекордын жаңартам екен. Ал кеттік. Дастан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! 101, тамаша шапалақтарыңыз. Дастан 101 бұл біздің шығарылымдардағы абсолютный рекорд, және біздің бағдарламамыздың атынан бөлек, мен өзімнің жеке атымнан саған Францияның жейдесін сыйға тартам, ал бағдарламаның атынан оны біздің менеджеріміз айтады. Қазір-ақ алып берем барып Францияңкін. Мынау тамаша. Дастанға ду қол шапалақтарыңыз. Болды. Осымен барлық группаға, барлық командаға толықтай болмасын, әйтеуір кішігірім жеге-жеге тоқталып кеттік. Ойларыңды білдік, кім шығады, кім шықпайды деген сияқты. Енді осы біз қанша болжағанымызбен, қанша мынау шығады деп ойлағанымызбен, әр еврода, әр чемпионат мирада бір сенсация бар. Ол сенсациялар біз бағанағы айтқан фавориттердің біреуін құлатып жіберуі мүмкін. Сенсация жасайтын игроктар пайда болады ертең. АПЛ-ға кетіп қалады осы евродан кейін. Бүйтіп
ақшасы көптер сатып ала салады, Челси деген сияқты, сөйтіп ол жаққа барып ойнай алмай қалады дейтін сондай ойыншылар болатын еді ғой кезінде. Осы чемпионат Европада енді барынша зрелищный ойын болсын деп тілеймін өзім. Барынша әдемі голдар, баяғы чемпионат мира Европалардағы вайпты берсе екен. Бізге Ван Персидің летучий голландец деген голы, кім иықпен салатын, Роналду пяткамен Венгрияға салатын чемпионат мираларда қандай голдар бар басқа? Қалай? 2000 год, когда он в 94 году в финале Италия забил же, 1-0 проигрывал, потом 2-1 Трезеге забил левой ногой. Францияның Вот самый лучший чемпионат Европы в мире, это в истории, это 2000 год. 2000 жылдың вот осында бізде көрермендеріміз 2000 жылдан алып шығып жатыр, сондай бір әдемі голдар. Зиданның басынан бүйтіп ұрған сияқты, хотя бы сондай бір қызықтар болса екен, Зиданның ұрған моменті ол за всю историю қалып қойған нәрсе. Немесе біреудің золотой эрасы бастала ма 2008, 2010, 2012-дегі Испания сияқты дейтін сияқты. Немесе 2014-дегідей Африкадағыдай әдемі голдар салына ма, 16-дағыдай Франция сияқты біреу до конца фаворит болып Португалия ұтып кетеді, сондай бір жақсы жаңалық бола ма. Кім білет, 2018-дегідей Россия сияқты біреу пенальтиден өте беріп, Игорь Акинфеевтің нога бога дейтін ба, сондай бар екен, сондай бірдеңе болып кетеді. Португальцев назвали евробразильцами именно в 2000 году. Өйткені әдемі сондай көрсеткен үшін ба? Германию победили же, после этого их прозвали евробразильцами и распродали после чемпионата Европы весь состав. Весь состав сөйтіп 2004-те Грециядан жеңілді. Грецияда победила еще. Айтпақшы, сенсацияда күтеміз. 2004-тегіде евроны Греция жеңіп кетті ғой. Сондай бір ертең Албания жеңіп атқан кезде біздің қойш дейтін кез келген нәрсеге. Артық әңгіме айтып қойып едік. Дания победила. Дания айтпақшы, кімде полуфиналға дейін барып еді, Даниядан да бірдеңе күтеміз. Сондықтан барлық командаларға тек сәттілік, барлық командалар әдемі ойын көрсетсін, 0-0 дегеннен сақтасын, әдемі фиттер, сол бір вайпты қосып жазды, біз тамаша өткізейік. Сендерге де өз командаларың жеңгендеріңді тілеймін. Астаннан басқа деп. Финалға дейін жеңгендерін тілеймін. Финалда Англияға ұтылған. Англия финалға дейін бара алса, Англия ұтыла берсін. Онша емес ойынмен жетіп кетеді деп ойлаймын. Сондай жалпы бүгінгі келген уақыт бөліп келгеніңе саған рахмет. Осы ойын бойынша сборныйлардың осы Еврода өзің жанкүйер болатын Франция ма? Франция. Франция жақсы ойнасын деп айтайын десең, и так жақсы ойнайды ол сен. Францияға жанкүйерсің, осы Еврода аман сен жақсы ойын көрсетсін. Әдемі голдар күтеміз. Сенің командаңдан да Португалия ма? Хотя бы Роналду лучший бомбардир болса жетеді маған. Хотя бы деп айтып жатсыз ба сен үшін? Хотя бы дегенің ауыр емес па? Негізі нормально, 5-6 голмен де золотой бутсаны алып кетеді осы чемпионат Европа мираларда, сондықтан кім білесің, бір ойында шығады да хет-трик жасайды. Жаңа мысал. Чехияға қарсы хет-трик жасайды, Грузияға қарсы ертең кім біледі пытырлатып тастайды голдарды деген сияқты. Сондықтан ешқандай қарсылығымыз жоқ. Құрметті көрермендер, сіздер кімге жанкүйерсіздер және кім жеңгенін қалайсыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Біз бәрін оқып тұрамыз. Бізде көрдіңіздер, Португалия, Франция, Англия, өз еліңізді төменге жазып кетіңіз. Біз барлығын оқып отырамыз. Еврода кездескенше біздің келесі шығарылымдарымыз осы Евроның айналасында болады. Бірінші тур, екінші тур, ары қарай финал, жартылай финал деген сияқты. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Футбол көріңіздер, футбол сіздерді алдамайды. Келесі инсайт подкастта жолыққанша сау болыңыздар.